Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Біз бүгін баламыз екеуміз шашылып жатқан бөлмелердің барлығын жинап алайық деп шештік. Ең алдымен үлкен ұлым сабаққа кеткен кезде шешіп кеткен киімдерін жинадық. Балам ойыншықтарды орнына қойды. Диванның үстіндегі заттардың барлығын жерге тастап, диванның материалы шаңды жинайтын болғандықтан, шаң қоқымды өте қатты жинайды екен, велюр матасы. Сол үшін пылесос етіп барлығын тазалап алайық деп шештік. Өзімнің контентімді біраз разбавлять ету үшін осындай басқандай форматтағы видеода түсіріп көрейін деп шештім. Сіздерге біраз үй жинауға мотивация болсын, өзім білетін кейбір лайфхактармен де бөлісіп отыруды жөн көрдім. Қазақша контенттің дамуына қолдау білдіре отырыңыздар. Тағы қандай видеолар көрулеріңіз келеді, комментарийға жаза кетіңіздер. Осылай диванның барлығын пылесос етіп алдым. Кейде балаларым диван үстіне отырып тамақта жейді, соның қоқымдары барлығы осы диванның материалына жабысқақ болып келеді екен. Және тігістердің арасына да кіріп кетеді. Сол үшін екінші насадкамен де барлығын тазалап шықтым. Үстіне жапқышын жаптым. Мына жапқыштар өте жақсы екен, корейский производство. Өзінің формасын жақсы ұстайды және сырғымайды екен. Егер сіздердің аймақтарыңызда осындай диван тігіс сататын болса, міндетті түрде алып алыңыздар. Енді паласты пылесос етуге көштім. Бірнеше қайтара пылесос етіп алдым. Енді бізде көріп тұрғандарыңыздай, немесе басқа да видеолардан, озвучкадан естіп жататын шығарсыздар. Шиқылдаған дауысты біздің үйде жалғыз өз попугайымыз бар. Сонында тамағы мен суын ауыстырайық деп көштік. Мен балаларым өздері тамағын, суын ауыстырады. 2 қасықтан салып отырады. Одан артық бермейміз. Егер қарны ашса тағы да шиқылдайды. Сол кезде тағы біраз салып отырамыз. Осындай міне бізде красавчик өзі. Попугайымыздың аты Карлуша деп аталады. Негізі өте ақылды попугай екен. Бұны сөйлетіп те үйретуге болады. Балаларымыз өте жақсы көреді. Ас болсын Карлуша, тамағыңды жей ғой. Міне осылай күшті қып, барлығын тап-таза қып баламыз екеуміз жинап алдық. Енді ас үйді жинауға көштім. Түскі шайдан кейін әлі жиналмай тұр еді. Барлығын тез-тез сықитып жинап алдым. Кеше манты істеген болатынбыз. Сол манты әлі бар еді. Кешке соны жей саламыз деп шештік. Қазір кухнямды жинап алғаннан кейін жолдасым менің фирменный кекстарымды пісірші деп сұраған болатын. Қазір кухнямды жинап алғаннан кейін сол кексімді жасайтын боламын. Кеше түсте жасаған көже де тұр, оны да холодильникқа қойдым. Барлығы ашып кетпесін деп. Сіздерден сұрайын деген мен мына мантываркамды қызым ары аунатып, бері аунатып шкафтан алып, бірнеше жерін майыстырып тастапты. Енді сол жаңадан мантыварка алу керек болып тұр. Сіздер қандай фирманы қолданасыздар, қандай жақсы, соны айта өтсеңіздер комментарийға жазып, арасынан қарастырып, соны жаңасын алу керек болып тұр. Енді ыдыс аяқтың барлығын тез жуып алдым. Осындайда әйел адамға көмекші болатын посудомоечный машина болса вообще керемет болушы еді. Бірақ енді мен осы үйге көшер кезде, кухонныйды жасар кезде ол жағын қарастырмаппын. Қанша жерден жолдасымыз екеуміз іздедік. Біздің кухонныйдың размерімен мүлдем таппадық. Ширинасы келсе, высотасы келмей, высотасы келсе, ширинасы келмей. В общем, біздің кухонныйға дәл келіп тұратын ыдыс аяқ жуғыш машина жоқ екен. Сонымен мен жарайды, енді бола берсін, қолмен де жуа берем. Келесі үйімізде кухонный жасар кезде міндетті түрде сол ыдыс аяқ жуғыш машинаны қарастыруымыз керек деп сөйтіп қойдық. Кухняның орамалын ауыстыратын кез болыпты, соны ауыстырып, қой жарайды, енді полын да сүрте салайын деп. Осындай менде швабра бар, қолыңыз суланбайды, өте жақсы, барлығын тез сүртіп алуға болады. Мінекей тап-тұйнақтай қылып кухнямды да жинап алдым. Енді кекс жасауға кірістім. Өзімнің рецептім бойынша жасаймын. Осы каналда рецепті бар. Бір пачка маргаринді ертіп аламыз. Үстіне 1 стакан қант саламыз, 3 жұмыртқа саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. 1,5 стакан ұн салып, тағы да араластырып, 1 чайный ложкадай разрыхлитель саламыз да, тағы да барлығын жақсылап тұрып араластырамыз.
бұл жерде қаншалықты жақсы араластырсаңыз соншалықты кекстарыңыз керемет жұмсақ әрі биік болып көтерілетін болады. Менде осы ингредиенттермен 12 штук шығады. Барлығын үстіп құйып шықтым да 180 градуста 25 минуттай пісіріп алдым. Дайын болды. Міне бәрі күшті болып көтерілді.